Қайырлы күн балалар. Математикалық модельдеу тақырыбындағы алған білімдеріңді қайталайсыңдар. Бірінші тапсырмада кестеге қарап, заттың бағасын, санын, құнын анықтау бойынша белгісізді табатын боламыз. Бірінші кестеге қара. Бағасы, саны белгілі заттың құнын табу керек. Ол үшін біз құнын табу үшін бағаны санына көбейтеміз. Ал екінші кестеде заттың бағасы белгісіз, саны мен құны белгілі. Біз бағаны табу үшін құнын санына бөлеміз. Үшінші кестеде саны белгісіз заттың бағасы мен құны белгілі. Біз заттың санын анықтау үшін құнын бағаға бөлеміз. Осындай тапсырмалар бір-біріңе құрастырып, есептер шығарып көріңдер. Ал екінші тапсырманы біз есептерді шығарып көрейік. Сосын олар өзара кері есептер бола ала ма? Соны анықтайық. 4 қапшықтың әрқайсысында 2 килограммнан қант бар екен. Қапшықтарда барлығы неше килограмм қант бар екенін анықтау үшін сен көбейту амалын қолданасың. 8 килограмм қант 4 қапшыққа теңдей бөлініп салынса, бір қапшықта неше килограмм қант болатынын анықтау үшін бөлу амалын қолданасың. Ал 8 килограмм қант 2 килограммнан қаптарға бөлініп салынса, неше қапшық қажет болады дейді. Неше қапшық қажет болатынын анықтау үшін біз тағы да бөлу амалын қолданамыз. Енді мына есептердің мазмұнына қарап отырып, біз мына есептер өзара кері есеп болып табылатынын анықтап отырмыз. Ал сен қалай ойлайсың? Жауабыңды бір-бірлеріңе түсіндіріңдер. Неге деген сұраққа жауап беріп көріңдер. Сосын 16 литр май 8 бөтелкеге теңдей бөлініп құйылса, әр бөтелкеде неше литр май болады? Оны табу үшін бөлу амалын қолдан. Хайуанаттар бағында 6 тоты құс бар екен. Бұл түйе құстарға қарағанда екеуге артық. Хайуанаттар бағында неше түйе құс бар екенін анықтау үшін қандай амал қолданасың? Егер тоты құс 6 болып, бұл 2-ге артық деп тұрса, демек бұл деген сөз жанама есеп. Біз түйе құстың нешеу екенін анықтау үшін азайту амалын қолданамыз. Балалар, сендер осы сабақта математикалық модельдеу тақырыбынан алған білімдеріңді қайталадыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.